аяқ киім бұл бір уақытта туылып қартаятын және бірге өлетін егіздер жұбы. Себебі жалғыз аяқ киім немесе тозып кеткен калош ешкімге қажет емес. Аяқ киім тарихы адамзат тарихы сияқты ежелден басталады. 19 ғасырдың аяғында адамдардың көпшілігі 3 жылда бір рет бір жұп аяқ киімін сатып алатын болған. Бірақ 20 ғасырдың басында жаппай аяқ киім шығаратын зауыттар пайда болып, қол жетімді бола бастады. Мәсі, табаны жұқа қазақтың ұлттық аяқ киімі. Мәсіде 10 аяқ, сол аяқ деген ұғым жоқ. Сондықтан аяқтан аяққа ауыстырып, оларды ұзақ уақыт киюге болады. Мәсінің сыртынан былғары немесе резеңкеден жасалған кебіс деп аталатын калош киіледі. Шәрке, ежелгі Русьте кеңінен таралған аяқ киім, әсіресе ауылдық жерлерде. Жікеден, қайын қабығынан немесе түбіртектен тоқылған. Шәркені шұлғаудың сыртынан киеді. Шұлғау дегеніміз бұл аяқты тізеге дейін орау үшін қолданылатын ақ, қара, қоңыр түсті матаның ұзын кен жолағы. Шәрке аяқта тұру үшін жөкеден тоқылған баулармен байлайды. Жаз уақытында бір жұп шәрке 5 күн, ал қыста 10 күн киіледі. Музейдің аяқ киімдер жинағының арасында жеңіл атлетикадан ұлттық санаттағы төреші Редько Николай Ивановичтің шиповки деп аталатын арнайы спорттық аяқ киімі бар. Шиповканың кроссовканың айырмашылығы олардың табанында темірден жасалған тікенектер болады. Бұл жүгіру жолында аяқты нық басуға, сонымен қатар итеріс күшін беруге көмектеседі. 1980 жылдары интернационалист жауынгерлер киген ыстық климатқа арналған қонышы ұзын бәтеңке. Мұндай аяқ киім ылғалға төзімді және берік бола отырып, ауаны желдетуді қамтамасыз етеді. Бәтеңкенің тұмсығы мен өкше жағы табиғи хромды былғарыдан, ал қонышы арнайы өңделген былғарыдан жасалады. Табаны иілімді, жеңіл болып келеді. Жер бетімен асфальт және дымқыл жерлермен жүргенде жоғары үйкеліс коэффициентін береді. Кеңес одағында 60-70 жылдары негізінен шетелдік аяқ киімдерді сатып алуға тырысатын. Ол кезде итальяндық, немесе венгр және чех аяқ киімдерін алуға болатын. Тұрақты тапшылық, бір қалыпты, нашар тігілген және жиі ақаулы өнімдер. Отандық аяқ киімнің сипаты осындай болғандықтан адамдар шетелдік аяқ киімді сатып алу үшін бірнеше сағат бойы кезекте тұрудан таянбайтын. Алғаш рет пластикалық жеңіл аяқ киімдер 1950 жылдары Америкада Jelly Shoes, желе өте жұмсақ аяқ киім ретінде шығарылды. КСРОда мұндай аяқ киімдер 20 ғасырдың 80 жылдарынан бастап жағажайға немесе бассейнге арналған аяқ киім ретінде қолдана бастады. Мыльницалар тайғақ болса да, тез жыртылса да, аяқты жарақаттаса да, ұзақ уақыт бойы сұранысқа ие болған. 1987 жылы оларды Теміртау қалалық тұрмыстық комбинатында Новинка кооперативі шығарды. Сауда бағасы ересектер үшін 12 рубль, балалар үшін 5 рубль болады. Қазіргі уақытта аяқ киім дизайнерлері адамдардың талғамын қанағаттандыру мақсатында барлық түрдегі ең керемет үлгідегі аяқ киімдерді жасайды.